Амандық пен тыныштық болсын. Қымбатты досым, Құдай сені ерекше сүйеді, және Құдайдың ерекше жоспары бар сенің өмірінде. Егер де сен қиын жағдайда жүрсең, қиналып жүрсең, мен саған бір керемет Дәуіттің жырын айтқым келеді. Жаратқан ием менің бағушым. Мен ешқашан, ештеңеден таршылық көрмеймін. Сен мені жасыл жайлауға жаясың, тұнық суға апарып суарасың, дұшпандарымның көз алдында маған дастархан жаясың дейді Дәуіт атамыз. Білесің бе? Біздің жаратқан иеміз Құдай әке бізге тыныштық сыйлайды, саған тыныштық сыйлайды. Қандай жағдайда жүрсең де, өз тыныштығыңды жоғалтып алма. Егер де жүрегіңдегі тыныштықты жоғалтсаң, әзәзіл шайтан келеді. Әзәзіл шайтан сенің ой санаңды, жүрегіңді мекендейді. Киелі кітапта не айтады? Ашу ызаның жетегіндегі адам Құдайға да, адамға да ұнамды іс жасамайды дейді. Сондықтан біз жүрегімізді тексерейік. Амин. Біздің жүрегіміздің иесі Иса Масық болсын. Біздің жүрегіміздің иесі Иса Масық болса, біздің жүрегімізге не келеді? Әлбетте тыныштық келеді. Тыныштықпен бірге не келеді? Әлбетте денсаулық келеді. Денсаулықпен бірге не келеді? Әлбетте қуаныш келеді. Қуанышпен не келеді? Құдайдан келген жарылқау келеді. Амин. Сен сол жарылқаудың адамысың. Қандайма өсектер айтылмасын сенің өміріңде. Қандайма жағдайлар әділетсіз сені кінәласын. Тіпті сен кінә жасап құласан да, бір затты түсін. Құдай сенімен бірге. Ол сені сондай қатты жақсы көреді. Сондай қатты жақсы көреді. Ол сені терең батпақтардан алып шығады. Және сенің үстіңді тазартып, өзін әділ шапанын кигізеді. Өзінің алтын сақинасын тағады. Және сені менің сүйікті ол қызым деп сені құшағына алады. Құдайдың құшағына келу, Құдайдың құшағына кенелу деген сөз, ол сенің ең бақытты сәттерін. Сондықтан саған айтқым келеді. Бақытты күндеріміз көп болсын. Қуанышты күндеріміз көп болсын. Шаттыққа толған күндеріміз көп болсын. Тек қана Иса Масықта біздер бақытты бола аламыз. Тек қана Құдайдың жарылқауына біз кенелген уақытта Құдайдың тыныштығына кенеламыз. Адамдарға үміттенбе, Құдайға қара. Егер де сенің өмірінде қиыншылықтар болса, адамдар көмектеседі деп үміттенбе. Құдайдан сүйеніп сұра. Құдай өзінің керек адамын ол саған кездестіреді, ол саған жібереді, саған демеу болу үшін. Сен білесің ол адам Құдайдан екенін. Сондықтан да, қымбатты досым, мен сенем, сен сол адамсың. Сенімде нық тұрған, дулығасын ұстап тұрған, семсерін Құдайдың сөзін көтеріп тұрған, дулығасын басына киіп тұрған, Құдайдың киелі майына майланған, таңдалған, жарылқанған ұл қызы Исаның атымен де қоятып жарылқаймын. Аумин.